Баршаңызға қайырлы күн. Осындай жасыл бұршақтан шыққан суды босқа төгіп тастамаңыздар. Өте пайдалы таңғы ас дайындайтын боламыз. Яғни құймақтың бір түрі оладьи. Бұл оладьиға ешқандай қопсытқыш сода қоспаймыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа, сосын жасыл бұршақтың суын қосып, сосын бір шай қасықтан көптеп өтіп тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған мен бағанағы бір банка жасыл бұршақтың жартысынан аздауын қостым. Енді осыған ұн қосып отырып, қою етіп дайындап аламыз. Қазір мен сіздерге қоюлығын көрсетемін. Ұнды бірден қоса жермеңіздер, қасықтап отырып, осылай араластырып отырып қосамыз. Егер бірден қоса жеретін болсақ, түйір-түйір болып, немесе қатты қою болып қалуы мүмкін. Осылай екі қасықтан асықпай қосып отырып араластырып аламыз. Бұған шекер қосылмайды. Шекерді ұнатпайтындар үшін және де ерекше бір таңғы ас іздегендер үшін енді бір ерекше бір таңғы ас өте дәмді болып шығады екен. Бір жасап көріңіздер, бізге өте қатты ұнады. Бір жасағаннан балапандарыма қатты ұнады. Енді шекер қоспаса да балапандарым жақсы көріп жеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең бастысы бұған ешқандай ас содасын, қопсытқыш қоспасақ та оладьи секілді болып көтеріліп аралар деген кәдімгідей оладьи секілді болып пісіп шығады. Мінекей, қамырдың қоюлығы осындай болу қажет, көрдіңіздер ма? Енді осыны қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Майдың астын қатты қоюдың қажеті жоқ, орташа отта пісіріп аламыз, асықпай. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, каналымды қолдап, тегін лайктарыңызды басып, комментария жазып, өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Және де достарыңызбен осындай пайдалы рецепттермен, ерекше рецепттермен бөлісе отырыңыздар. Қараңыздар, осындай көтеріліп, ісіп, томпиып пісіп шығады. Бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағын аударып осылай пісіріп аласыздар. Ең жылдам дайын болатын тіске басар таңғы ас. Дайындап көріңіздер, сіздер де осылай қызартып пісіріп ала бересіздер. Майды өзіне қатты сіңіріп алмайды екен. Ең бастысы майлы болмайды. Майсыз бір өзіне майды сіңірмей піседі екен. Маған сол жері қатты ұнады. Мінекей қараңыздар да, енді таңғы ас дейсіздер ма, тіске басар дейсіздер ма, әйтеуір бір дайындап көріңіздер. Өздеріңіз қалағандай қаймақпен немесе айранмен осылай жесеңіздер болады. Ас болсын, ерекше рецепттерді өткізіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.